Саламатсыздар ма? Біз екінші тақырыпты талқылап кеттік. Жердің жалпы морфологиясы бойынша материктердің орналасу қандай ерекшеліктері бар екенін, ежелгі платформалар аумағындағы бедер пішіндері қандай болады екен, жас платформалар аумағындағы пішіндерді және спрединг зоналарда жер қыртысының қандай субдукция процесі, абдукция процесі болады екен. Мысалдар келтіріп кеттік. Литосфералық тақталар тектоникасы туралы теория бойынша коллизия деген түсініктемелерді қарастырдық. Литосфералық тақталар нешеге бөлінетін осындай түсініктемелерді біз қарастырып кеттік. Енді бүгінгі тақырыбымызда біз жалғастырамыз. Тақырып жалпы бедер туралы мәлімет аламыз. Бедердің даму жолдамасы қандай болады екен, жасы қандай болады екен. Бедердің жасы дегеніміз не? Бүгінгі тақырыбымызда бедер деген не екен түсініктемеден бастайық. Бедер әртүрлі өлшемдері, құрылысы және жаралуы, даму стадиялары және бір-бірімен күрделі жағдайда және қоршаған ортамен кездескен жердің жоғарғы бетінің пішіндері. Ол енді алдарыңызда көріп тұр, сурет бойынша таулар, жазықтар, ойпандар жаздады. Бедердің жіктелуі бір қатар белгілері бойынша бедердің 10 пішіндер жергілікті жер бойынша көтеріледі. Ол тау, төбелер, мұхит түбіндегі құрлық. Екіншіден, бедердің теріс пішіндері керісінше жатқан аумағына қарағанда төмен воронка, қазан, шұңқыр, аңғар, ойпан. Мұхит түбі, дүниежүзі мұхитының негізгі бөлігі, олардың тереңдігі 3 километрден төмен және жер қыртысының мұхиттық түрімен сипатталған. Мұхит түбінің аса маңызды элементтері ол мұхит түбінің кең ауқымды қазан шұңқырлары мен оларды бөліп тұратын су асты жоталары жатады. Қазіргі қозғалмалы геосинклинальдік белдеулер көбінесе материктер мен мұхиттар арасындағы шекарада және құрлық шегінде орналасады. Ортаңғы мұхиттық жоталар өздерінің ұзындығымен дүние жүзінде ең кең таралған таулар жүйесі болып саналады. Бедерді жаралу бойынша, орысша айтқанда генезисі дейді, жаралу деген мағынаны береді. Ол екі үлкен топқа бөлінеді. Ол ішкі эндогендік күштердің әрекетінен пайда болған пішіндер. Ол екіншіден сыртқы экзогенді күштердің әрекетінен пайда болған пішіндер. Бедердің неғұрлым ірі пішіндері планетарлы, мега және макро пішіндері, ал кейбір кездейсоқ жағдайларда және мезо пішіндер эндогенді, ал өлшемі бойынша неғұрлым ұсақ пішіндер экзогенді жарылымдарға жатады. Астында сіздерге әдебиеттерді көрсетіп қойдық. Осы әдебиеттер бойынша
қарастыруларыңыз керек. Экзогендік процестерге келсек, ол бедер құратын факторларға әртүрлі климат элементтерінің, өзендер мен көлдердің, теңіздердің, мұздықтар мен қарлардың, желдің және тағы басқа элементтердің әсері жатады. Экзогендік бедер құратын процестердің негізгі көзі күн радиациясы. Ол жер бетіне, гидросфераға және атмосфераға өзара әрекеттесіп, әртүрлі климаттық жағдайлар қалыптастырады. Ал климат жағдайлары бүкіл жер бетінің өзгеруінде негізгі факторлардың бірі болып саналады. Климат элементтерінің ішіндегі аса маңызды фактор ауа температурасы. Осы ауа температурасының әсерінен әртүрлі табиғи зоналардың климаты қалыптасады. Мәңгілік мұздықтар мен қар жамылғысының пайда болуы, тау жыныстарының үгілуі, химиялық процестер осы ауа температурасына тікелей байланысты. Және де климаттың екінші маңызды элементтерін қарап кетсек, ол жауын-шашын. Олар өзендердің, көлдердің, батпақтардың және мұздықтардың пайда болуына едәуір әсерін тигізеді. Тау жыныстарының ыдырауына және олардың тасымалдануына бедердің көптеген пішіндері тілімделіп, және пішіндердің қалыптасуына жауын-шашын өте қолайлы жағдай жасайды. Жел бір жағдайларда құм бөлшектері арқылы тау жыныстарын бұзып, қашап, өңдеп, механикалық әсер етсе, екінші жағдайларда құмның тасымалдануына, шөгуіне және жаңа аккумуляциялық жер бедерлер, құм, төбелер, барқандар, жағалақ шағындар құруына себепші болады. Енді жер бетінің құруына әрқашан әсер ететін экзогендік бедер түзетін процестердің энергиялық көзін, гравитацияны келесі жолы біз ашып түсіндіріп кетеміз. Келесі жалғастыру тақырыбымызда.